Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдар аясында ұлы ақын, ағартушы, қазақ әдебиет тілінің негізін қалаушы, философ, композитор Абай Құнанбайұлының туғаны 180 жыл және үлкен қара сөздер жинағының жарық көргеніне биыл 135 жыл толды. Ендеше өмірлік руханиятқа толы, мағынасы терең, ғибратты даналық сөздерден тұратын қара сөздер жинағымен таныс болыңыздар. Қара сөздер жинағының ерекшелігі келешегіне даналықтың дара жолын көрсетіп, бойына адами қасиеттерді қалыптастырып, халқына адал, жүрегі таза, көкірегі ояу, көзі ашық болу үшін білімді дәріптеуді асыл сөзбен жеткізді. Ол өмір белестерін саралап, философиялық ойды ұштастыру арқылы, түрлі өмірлік бағытта көрсету арқылы болашағын болжаған бірден бір ғұлама ғалым десек болғандай. Себебі өзі өмір сүрген дәуірінен бұрын бастау алған және күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан сананың улану мен ұлтының талапсыздығын жоюды мақсат еткен ұлы кемеңгер. Дана дара ақынның қара сөздерінде жалпы білімсіз күнің жоқ, қараңғылықтың жетегінде жүріп қартайғанда берер ақылың болмай, қайырымсыз ұрпағыңа көңілің толмай өтерсің мына өмірден десе, енді бір жерде маңдай термен тапқан еңбек пен адал малың бойыңа сіңімді болып, қанағаттың қанатын еркін сермерсің десе, енді бір жерде ақыл мен парасаттылықты, сабырлықты бірдей ұстанғанның қашанда жолы ашық болатынын көрсетсе, оңай пайда іздеп, ұрлық, қулық, сұрқиялық сияқтыларға сүрінбей, түрлі жамандық пен жақсылықтың ара жігін ажыратып, қияли қасиетсіздіктерден бойын алыс ұстап алшақтауға шақырады. Ғұлама ғалым көк бөрідей жұлқысып, қу тіршілік үшін жаға жыртысқан заман айқастарын салыстырып, ақ қарасын, оң терісін ажыратуды меңзеді. Құрметті оқырмандар, келешегін ойлаған әрбір азамат ұлы Абайдың ғибраты мол мұрасы қара сөздеріне үңіліп оқысаңыз, барлық өміріңізге керегіңізді табасыз. Ендеше осы қара сөздерін оқуға шақырамыз.